Тұрмысқа шықпаған, ақылына көркі сай, өте бір сұлу қыз медреседе білім береді. Бір күні әріптестері одан не үшін осындай сұлу, тәрбиелі бола тұра тұрмыс құрмай жүргенін сұрайды. Жауап ретінде ұстаз қыз мына оқиғаны баяндайды. Баяғыда бір әйелдің 5 қызы болған екен. 6-шысына аяғы ауыр кезде жолдасы, егер тағы қыз тусаң, көзін құртамын деген екен. Уақыты келіп, әйел тағы қыз босанады. Күйеуі қызды алып таң намазында мешіттің есік алдына қояды. Түн бата құптан намаздан соң қараса, қызды ешкім алмаған соң қайтадан үйіне алып келеді. Дәл осылай бір апта жалғасады. Нәтиже болмаған соң қызды өздерінде қалдырады. Анасы қатты қуанады. Бір жыл өткен соң анасының аяғы ауырлап, бұл жолы ұл босанады. Ұл босанған кезде үлкен қызы қайтыс болады. Осылай жүріп, тағы 4 рет көтеріп ұлды болады. Әр ұлы туылған сайын бір қызы өмірден қайтып отырады. Тек 6-шы қыз ғана тірі қалады. Ал сіздер білесіздер ме, сол 6-шы қыздың кім екенін? Деп сұрайды ұстаз. Ол мен әкеме қарауым керек. Себебі қызды керек етпей, Құдайдан сұрап алған ұлдары қартайғанда қарамай тастап кетті. Анам өмірден өтті, ал әкем жалғыз. Мен оны күтіп, ыстық тамағын беріп, қарауым керек деді. Міне, қыз өсірдім, ұл өсірдім. Рақатты қыздан көремін бе, әлде ұлдан көремін бе, деуші еді қариялар. Қыз мейірімді, әке-шешенің жағдайын ойлап, жаны ашып тұрады. Ал ұл бала салқын қанды, көшенің қызығын көпте ойлайды. Сондықтан да Алла сүйген құлына қыз, қаласа ұл береді. Әрине, ұл ұрпақ өрбітуші, ізін жалғаушы. Дегенмен де еркектен еркек туады деп көп отбасы қыз туған әйеліне налып жатады. Қыз болса алдырып таста, қыз керек емес деп. Қыз да, ұл да болуы еркектен. Ал 9 ай, 9 күн құрсағында көтеріп, жаны қиналып, өмірге әкелген анада еш күнә жоқ. Сондықтан да ұл туып бер, қыз туып бер деп айтатын еркектерге Алладан салиқалы перзент бере көр, мейірімді, қайырымды, дені сау ұрпақ бере көр деп тілеу дұрысырақ дер едім. Әрбіріміздің өсіріп отқан ұл қыздарымыз қайырымды да, мейірімді перзент болын Алла нәсіп етсін.